Қазір егер разбор тиімсіз болатын болса, ашылмасаңыз 100 мың теңге қойып тастайсыз. Мақсат ол сені жандыру керек. Елдос үй алды, мен де үй аламын. Анау шетелге шықты, шығуым керек. Барлық нәрседе істегім келеді емес, істеу керек деген нәрсе тұр да. Просто басқалар менен қарағанда тез өсіп кетіп жатыр. Маған да насырайды ғой, грубо айтқанда сенің кәсібіңе деген сияқты ғой. Шыны керек ше. Адам сөз айта береді. Мен жақсы өмір сүргім келеді дейді, бәрі. Жақсы өмір сүргім келеді дейді, дамығым келеді дейді. Бірақ по факту не істеп жатсың деген нәрсе келген кезде қадаламыз. Мебель саласы бойынша барлық сөзімді жаңағы сапасын түсіндіре алу, клиентпен сөйлесе алу, жақсы сөйлесем, бірақ қазіргі таңда ара белді соғыс, анау мынау бәрін жаңағы жиған терген бәрін сала беріп жатыр ғой елдер. А мен сондайды бірақ сала алмаймын. Ол жағын айта алмаймын. Только өз саламды ғана не қыламын. Сол бәсеңдеп қалды бұрыннан қарағанда. Вот соны қалай дамытамын, өз-өзімен қалай жұмыс істеймін, ашамын жаңағы. Бәсеңдеп қалды деген, давай саған түсініктірек болу үшін. Қанша болды, қалай болды, до қалай болды, после қалай болды? Осы күнге дейін магазин бар, клиент келеді, тікелей сөйлесем, эскиз сызамын, размерін келсеміз, бағасын келсеміз, мата таңдайды, сапасын түсіндірем, үйіне барып размерін алам. Қазір ол бұрынғыдай емес та, клиент келмейді. Инстаграмнан көреді, либо шақырады, либо жаңағыдай сендіру өте қиын деп ойлаймын да қазір. Бірақ сарафанный бұрынғы білетін клиенттеріміз абсолютно олар алып жатыр, несеп жатыр. Олар алып жүр постоянно. Жаңа клиенттер азай қалды. Жаңа клиент аз, да? Мен білгім келетін қазіргі нарықта, сұраныста, осы әлемде қандай әрекеттер жасау керек, и сол әрекет неден бастау керек қой? Қандай әрекеттер жасау керек? Бойынша не нәрсе? Не нәрсеге қатысты бұл? Сату жөнінде ғой. Сату жөнінде? Просто өз-өзімді ашу, жаңағы экраннан қорықпау, сол жағын мен өзім қамтамасыз етуім керек сияқты. Соны бірақ істей алмай жүрмін. Блогерлік ондай жоқ та менде. О, болу керек па? Чисто негізі керек қой, дәл қазіргі таңда ол блогерлік болу керек. Керек та ол. Өзімде солай түсінем, оған мен историяға салмай, видеоларға да түсіп көрдім, бірақ өз-өзің қарағанда ұяласында салмайсың. Хорошо, бұның мақсаты не негізінде? Мақсаты, негізгі мақсат ақша алып келу ғой. Негізі мен бизнесте өзімді бетіп көрсеткім келмейтін. Түрімді де жаңағы главный ақша түсіп тұрса, жүріп кетсе екен деп солай жүретін. Қазір ол өзің көрсетпесең жаңағы. Жоқ, кім айтқан емессіңіз? Ешкім айтқан жоқ оны. Өз ойыңызбен сөз ойыңызбен. Ол енді сіздің ойыңыз ол факт па или не факт па? Енді ол факт емес қой. Өз жеке ойым. Обязательно блогер болсам ғана ақша түседі деген. Факт па, не факт па? Факт, не факт қой, Кімнің ойы? Өз жеке ойым да. Адам жайдан жай ойланбайды ғой, бір жерден көріп тұр, бағана не еді, аудиал, визуал. Көрдің ғой нарықтан, значит. Нарықта мынау битті, личный брендті дамытты, кәсібі дамып кетті деп қабылдадыңыз. Солай ма? Или олай емес па? Солай. Солай. Ал мен наоборот мына жақтарын білемін. Вообще ешкім танымайды ғой адамды. Но он зарабатывает бешеные деньги. Даже Forbes-тағы кіре алады, жағдай жетеді, бірақ шықпайды. Шарт жоқ қой, значит, сен оборотыңды көтеру үшін обязательно личный брендті дамыт деген шарт жоқ қой, или бар ма? Қараңыз, сізде қазір мақсат қандай нақты? Кәсіпке байланысты. Мақсат дамыту. Қанша? Өсу 10 миллион. 10 миллион теңге таза қалтаңызға, дұрыс қой да? Мен 10 миллион табу үшін 40-50 миллионға заказ алуым керек. Алып көрдіңіз ба? Ол кездері 28, менде ең патологы бір цехта 28 миллион болған, содан 7-8 миллион пайда тапқан. Ол кезде не жасап едіңіз? Ол кездері бірақ. Не жасап едіңіз ол кезде? Тура осы жұмыс. Неге цифра әртүрлі онда? Қазір не ғой? Мысалы, Давай, бір-екі цех бар да, барлығы жағы не да, бәрімізден сұрайды. Біз бір-біріміз танимыз цех, бірақ жағы Арман ол не? Блогер. Ол жақсы сөйлей алады. Цехты түсіндіреді, қалжыңдайды, семьясын көрсетеді. Мен только өз кәсібімді ғана сөйлеймін. Оның сөйлегені басқалардың жүрегін жаулайды ғой. Бірақ бағамыз бірдей, но клиент соған кетіп қалады. Мынау қайдан шықты десем? Менің клиенттерім кейде солай кетіп қалып жатыр да. Ол менің тіл байлығым аз болғандықтан. Енді қараңыз, ол жақсы убеждение. Жаңағы сіз айтып жатқан нәрсе, ол жақсы убеждение. Яғни
мен соны салу арқылы кәсібімді дамыта аламын. Ол былайша айтқанда бір выход қой. Иә, бір жаңа бір жақсы нәрсе. Ал бұл кісіге наоборот давление сыйлап тұр ғой. Солай жасау керек. Содан кейін ғана мен табысым көтеріледі деп. Көріп тұрсыз ба? Екеуміз бір нәрсе айтып тұрсыздар. Бірақ ол қандай подачамен, қандай оймен айтып тұр. Ең қызығы мен де солай ойлайтынмын ғой. Бір экспертті көремін да, ол эксперт продает через өзінің тағдыры. Кезінде қиналған, бүйткем, сөйткем деп айтып, сөйтіп жақсы касса жасайды. Бір күні отырамын да ойланамын, бля, мен өмірімде не болып еді, қандай жопа болып еді. Мен сатушы не айтсам болады деймін да, короче. Қиналамын ғой. Айдаладан бірдеме тауып алып, короче, бір болмайтын, бір жастық шағымдағы бір. Бірақ менде андай да, өмірімде барлық нәрсе Аллаға шүкір оңай болғанша. Бүйтіп өтіп кетіп жатыр да бәрі ше. Мен ойладым, зачем мен обязательно сөйтіп бір через жопу өту керекпін. Түсіндіре алдым ғой. Мен анадан көрдім да сол нәрсені. Не в тему өзімнің миыма әкеліп жатырмын соны ше. Менде ондай болмаса, мен жақсы сата алмаймын деген менде ой болды да. Оған барып жатыр адамдар, потому что жаңағыдай ойбай ол тағдыр қиын болған, бүйткен, сол үшін адамдар бүйткен деген сияқты. Жоқ, менің уникальностьім басқа ғой. Менің уникальностьім қандай? Менде бәрі оңай. Мен оны басқаларға айта аламын. Обязательно қиналудың қажеті жоқ ол нәрсеге жету үшін деп айта аламын. Жеңілсек та жеңіл жасап көрейік та деп ойлаймын да мен ше. Проблема болып жатыр, хорошо. Давай жеңіл шешіп көрейік бұның жолын. Қалай жасасақ болады? Тірліктерді. Көрдіңіз ғой, сізде қандай убеждение болып тұр, сенім болып тұр. Мен егер отбасымды салсам ғана, личный брендімді дамытсам ғана, кәсібім дамиды деп тұрсыз да. Давай басқа жақтарын көрейік осы. Сенің артықшылығың қандай? Ода жоқ ол нәрсе. Қолөнер ғой, мен жалпы художествоны бітіргенмін. Кезінде портретпен айналысқанмын мысалы. Яғни нені білесіз? Дизайн. Иә, о жағын мен бір көріп сразу айта беремін да. Қаңқасы қалай құралған, мен оны жасай аламын ба, жасай алмаймын. Дизайнермен, біз дизайнермен жұмыс істейміз ғой. Дизайнер маған бір көрсеткен суретті мен сразу оны оп-оңай ұзақ ойланбай жасаймын, либо жасамаймын, сразу айтамын. Круто. Тағы қандай артықшылығы бар? Күшті ғой, артықшылық, иә? Яғни қолөнер өзі біледі, эксперт любой нәрсені айтып бере алады, не келеді, не келмейді. Сапа. Сапа өте жоғары. Каждый жыл сайын сапамыз жақсы болып келеді да. Барахолканың сапасымен біздікін ешқашан салыстыруға болмайды. Оны әркімнің өзінің клиенті бар, менің клиентім өзі алса алады. Иә, дұрыс қой. Сапалы нәрсе ол ешқашан арзан болмайды. Бренд деген, қараңыз, брендтің өзі бөлінеді, жеке бренд бар, компанияның бренді бар деген сияқты. Мысалы, Magnum кім бастық екен білмейміз ғой. Енді былай білесің, бірақ ол Инстаграмда жүрген жоқ қой. Достар, бүгін біздің Magnumда қазір мына картошка 300 теңге емес, оның орнына 250 теңге. Еба, 250 теңге деп барып жатқан жоқпыз ғой. Келісесіздер ма? Кім солай барып жатыр мысалы? Magnum болған үшін барып жатырмыз біз. Олар басқа подход тапты да. Стив Джобстың өмірбаянын көрдіңіз ба? Барлығы сол моментте не істейді? Компьютер шығарумен айналысады. Әлемде сондай бум болып жатады. Сол кезде барлық компьютерлар қандай болатын? Арты дәу, мынандай. Телевизор ұқсаған компьютерлар болатын. Кезінде мен білмеймін ол заман, но сондай болған екен. Киносында көрсетеді. Сөйтті, Стив Джобс тұрады да, біз бұндай жасамаймыз дейді. Барлық нәрсе компьютердің ішінде болу керек дейді. Клавиатура сыртында болу керек, қалған процессор, барлығы ішінде болу керек дейді. И бәрі айтады, қумаш. Невозможно олай жасауға дейді. Сөйтеді да, соның арқасында олар артықшылығы болып, уже компьютерлар кішейіп, макбуктар пайда бола бастайды. Сөйтіп iPhone шығады деген секілді. Киносын көрсеңіздер өздеріңізге түсінікті болады. Сол кезде Стив Джобс тек қана не істеді? Артықшылығы не болды оның? Өзінің артықшылықтарын қолданды да, ол наоборот ше. Дизайн деген нәрсе шығара бастады. Ол кезде компьютерлар қорқынышты болатын деген сияқты ғой. Ол кезде бірақ Стив Джобс ешкім танымайды ғой. Потом таныдық оны. iPhone шыққан кезде өзі шығып көрсетті бәрін. Но до этого ол болған жоқ. Істей аламыз. Бірінші не деп айтты? Сапасы күштірек деп айтты. Екіншісі, өзім білем деді. Любой мебельді қараймын, істеп бере аламын деп тұр. Дұрыс қой? Егер сен личный бренд қана маңызды дейтін болсан, тек қана личный бренд қана арқылы мен дамыта аламын десең, онда все. Сол дұрыс. Ал егер жоқ, осы жақта мен айыруға болады, осы жақта мен сапалы жасай аламын, осы жақта мен күшейте аламын, осы жақта мен 50-60 миллион жасауыма болады деген ой болатын болса ше. Мен сіздің логикаңызбен, мысалы, тура солай басқаларға қарап, мынада мынау нәрсе бар ғой, а менде мынау жоқ қой деген жүретін болсам, онда мен быть, а не казаться деген жақсы сөз бар ғой. Мен казацияға өтіп кетемін да. Типа күштімін. Енді инфобизнес нарығында көбісі солай құртып алды да, негізі нарықты ше. Машина алып алады, үй алып алады, ойбай, бір бәле көрсетеді да. Барады, методологиясы жоқ, білімі жоқ, возврат, короче. Мен соны көрдім нарықта. Зачем это машина, анамна деп? Давай лучше мен сапалы шәкірттер шығарайын да лучше, реально кейстер шығарайын мен лучше. Мен артықшылығым сол болсын. Жарайды, мен айғайламай қойын, ойбай деп.
лучше адам реально сапа қажет адамдар өздері келер деп ойландым да мен яғни өзімнің убеждениямды басқалай өзгерттім да. Менде не артықшылық бар дедім. UFC көресіз, UFC-де де сол ғой. Футбол көресіз, футболда да сол. Әркім өзінің тактикасымен ойнайды. Біреу там жесткий прессингпен ойнайды, біреу наоборот қашып ойнайды, артқа защитамен ойнайды. Біреу там нападающийлар арқылы жасайды, біреу полузащита арқылы ойнайды деген сияқты. Неге бәрі бір деңгейде ойнамайды? Өйткені әркімдікі әртүрлі. Енді осы оймен қарайте, Нұреке. Осы оймен давайте басқа нәрселерді көрейікші жасап. Негізі, мен сөйлегім келеді. Ұялғым келмейді да, бірақ кішкене бар, ұялатыным бар да. Соны жою керек қой, мақсат. Хорошо, давай сол вариантты көрейік, проблема жоқ. Хорошо, не істей аламыз? Қазір егер разбор тиімсіз болатын болса, ашылмасаңыз, 100 мың теңге қойып тастайсыз. Маған разбор тиімді болу шарт, сол үшін де 100 мың қойып тастайсыз. Разбор дұрыс болмаса, өзімнің немді таба алмасам. 100 мың бересің. Точно ма? Болды. Точно ма? 100 мың жасап алмасам. Дұрыс қой. Уже көрдіңіздер ма? Телос қалай реагировать етеді. Үйді очкиін жежіп, ақша келді да әңгімеге. Ақшамен сөйлесу керек емес пе? Сен ұялып жүргеннен кейін, сен қанша миллион недо зарабатываешь? Сен 20 миллион недо зарабатываешь. Ұялып жүрген үшін. Ұялып жүру деген нәрсені бұл кісі соның құрбаны болып жүргені үшін 20 миллион теңгені ауаға шашып жатыр. Бұл мен көрдіңіз ғой, ұялу деген проблема. Бірақ одан да маңызды нәрсені жоғалтып жатыр да ол. Ол ұялшақтықта бар, сосын соңғы кездері жаңағы ұйқыға көбейіп кеттім. Барлық продуктым бар, машинам бар, үйім бар, жайым бар. Анау бұрынғы еңбектенген кезде ол үй жоқ еді. Вот сол үшін мен үй салам, жер алам деп қызметтер андай не тынбайтын. Күшті, ол жақсы, ол жақсы. Барлығы уже комфорт создавать етіп қойды да, қазір кеш тұрам деген сияқты. Ол кезде кеш тұрған соң жаңағы энергия болмайды. Энергия болмаған соң жаңағы сөйлеуге шабыт болмайды деген сияқты. Хорошо. Мақсат ол сені жандыру керек. Осыған энергия беру керек. Ал біздің мақсаттарымыз қандай? Тревожный мақсаттар. Тревожный дегеніміз біреуден көріп алғансың әйтеуір. Елдос үй алды, мен де үй аламын. Елдос машина алды, мен машина алу керекпін. Анау шетелге шықты, шығуым керекпін. Барлық нәрседе істегім келеді емес, істеу керек деген нәрсе тұр да. Сол үшін де айтады ғой, мақсаты бар адам, мақсаты жоқ адамды әрқашан басқарады деп. Проблема жоқ, барлықтарында мақсат бар. Бірақ сұрақ, ол сені жандыра ма, ол сенікі ма деген нәрсе ғой. Реально сенікі ма? Реально сен қалған мақсат па? Сіз көп ұйықтайсыз, не үшін? Потому что жоқ қой жандыратын. Үй бар дедіңіз, дұрыс қой, кәсіп жүріп жатыр. Неге сен дамытудың орнына бір орында тұру деген нәрсені таңдадың? Жалқаулықтың, ұйқының кесірі ғой. Жалқаулық, ұйқы, барлығымыз білетін нәрсе. Қатты жалқаусыз ғой, прям, Жоқ, негізі еңбекқормын. Былай айтқанда. Бір нәрсе болатын болса, алдында сен жандыратын, сен жасай аласың ғой, дұрыс па? Жасап келгенсің осы уақытқа дейін. Қолынан келген ол нәрсе. Адам мақсатсыз өмір сүре алмайды. Мақсатсыз болса, бәріміз баяғыда жерде жатып ұйықтайтын едік. Не үй керек емес, не машина керек емес, не шетел керек емес. Келесіздер ғой? Сіз өз-өзіңізге қазір мақсат тауып отырсыз ғой, короче. Сіз дальше что екен білмей тұрсыз да? Сөйтіп қазір бар нәрсені сындырумен айналысып жатырсыз. Чтобы построить еще раз. Қалай дамыту керек екенін білмегеннен кейін бұрынғы неге түседі да? Логикасына түседі да, сындырады да. Он же может строить, бірақ дамытуды білмейді. Дұрыс қой? Вы умеете строить, но не умеете соны развивать, дамытуды білмейсіз. Содан кейін адам не істейді? Сындырады. Чтоб по новой построить. Нұреке, түсініп жатсыз ба логиканы? Ең қызығы бұлай кете беретін болсаңыз, игра вниз ғой, игра на понижение. Бірақ мен ойламаймын, төмен қарап кетіп барам. Мен всегда жоғары қарап келе жатырмын. Просто басқалар менен қарағанда тез өсіп кетіп жатыр деген сияқты ғой. Маған да насырайды ғой, грубо айтқан сенің кәсібіне деген сияқты ғой. Шыны керек ше. Но я хочу тебе помочь қазір ше. Сен үйтіп ақталғаны, мен проблема жоқ ол. Өзін ақтап ал, мен өсіп жатырмын, мен дамып жатырмын. Бірақ реальность что говорит? Реальность не айтып жатыр қазір. Тұрсың ғой бір орында. Бір қалыпты, Аналар дамып жатыр ма? Жоқ, дамып жатыр ма, жоқ па? Менің көзіме дамып жатыр да. Дамып жатыр, дұрыс па? Менің көзіме, да. Дамып жатыр. Не үшін дамып жатыр олар, қалай ойлайсың? Просто аналардың дамып жатқан олардың өзіндік бір мақсаттар бар да. Негізі контентті біз тек қана жабық сұрақтарды айтамыз, қазір мен бірақ айтамын, сен үшін айтамын. Өмірлерінде проблема бар ма? Бар ғой, бірдеме істей алмай жүрсіңдер, Ол мына круг. Проблема, түрлі, ашыла алмаймын, ұялам, қорқам, ел не дейді,
ау мен жетістігім жоқ қой, мен бүйтпедім ғой, мен сөйтпедім ғой. Бар ма? Бәрімізде бар ол нәрсе. Енді қараңыз. Мынаны шешудің несі керек емес, энергия құртудың қажеті жоқ болған. Ол и так и бола беретін нәрсе. Бұл шешіледі тек қана бірақ нәрселе. Дұрыстап зейін қойып тыңдаңыздар. Тек қана мән мағына, мақсат деп айтады, цель. Мына проблемалардан жоғарырақ нәрсе пайда болған кезде, мынау автоматтан шешіледі. Жеткізе алдым ба? Мысалмен келтірейік. Сіз жаңа айтып отырсыз, Нұреке, менде бәрі бар, анау мынау, бірақ Инстаграмға шыға алмаймын, көрсете алмаймын. Былайша айтқанда барлық нәрсені айттыңыз. Енді мен сізге мынандай шарт қоямын қазір. Сіз бір ай бойы Инстаграм жүргізу керексіз. Личный брендті дамыту керексіз. Егер істемейтін болсаңыз, Құдай сақтасын. Өміріңізде ең қатты кім жақсы көресіз? Анамыз ғой. Анаңызды жақсы көресіз. Құдай сақтасын, бірақ анаңызды алып қоямын. Жасайсың ба бір ай? Жасаймын. Или айтасың ба, мен что-то сөйлей алмайын, тісім қисық, аузым қисық, желание жоқ, ұялам. Дейсіз ба? Жасайсың. Не өзгерді? Кедергі уже жоқ қой. Целі бар да. Потому что мынау пайда болды. Түсініп тұрсыздар ма? Қалай жұмыс жасайтын? Біз бір деңгейде тұра береміз. Пока мынау пайда болмайынша. Он сверка с целью деп айтады, ради чего большего деп айтады. Ал мынаны тапқан адам, ол не істейді? Мына нәрседен секіріп өтіп кетеді ол. Проблема и так и бола беріп жатыр. Қарыз и так и болады. Ұрыс керіс и так и болады. Өмір ғой енді проблемасы болмайды ол. По-любому болады, белгілі бір деңгейде болады. Бірақ мынау пайда болған кезде адам мынаны фигня өтіп кетеді. Біз негативный түрде, мен әдейі негативный түрде айтым, что бұл кісіні ояту үшін. Ол обязательно бұл қиналу керексің. Онда мен өзімді қинауым керекпін ба? Онда мен бүйту керекпін ба? Бір айға челлендж қабылдау керекпін ба? Қажет емес оның бәрі, не істейсің оны? Ұйықтап, күліп ойнап жасап тастауға болады. Просто мынаны тауып алсам болды да. Ради чего большего. Осы жетпей тұр ғой Нұреке сізге. Келсесіз ғой? Келсем. Жаңағы адамдар, олар блог жүргізе алған арқасында емес, семьясын көрсете алған арқасында емес. Негізгі оларда анау бар. Олар біледі не үшін жүргізіп жатқанын. Сіз білмей тұрсыз не үшін жүргізейін деп жатқаныңызды. Күшті, чек көтереді, табысың көтеріледі, жұмысың жақсарады, күшті әңгіме. Бірақ негізі не үшін жүргізейін деп жатсың деген нәрсе жоқ та. Шынайы не үшін жүргізейін деп жатсың. Сіз мына жаққа да жайдан жай келген жоқсыз. Белгілі бір мән мағына келіп, көріп келдіңіз, дұрыс қой? Көрмесеңіз, тасташы оны, не істейсің оны дейсің, отыра бересіз. Ұйықтайық, суббота демалайық деген сияқты ой болуы мүмкін. Бірақ сізде белгілі бір проблема болғаннан кейін, соны шешкін келгеннен кейін, мән мағына болғаннан кейін келіп тұрсыз. Нұрекенің разборынан пайда ала алдыңыздар ма? Не түсіндіңіздер ең бастысы? Ради чего большего? Мен сіздерге мынандай даже вызов тастай аламын. Қазіргі проблемаларын шешпей қойыңдар. Қазіргі қарыздарынан құтылмай қойыңдар. Өздерін қинамай қойсыңдаршы, короче. Тек намен айналсыңдаршы, болды ғой. Ради чего большего? Не үшін жасап жатырмын бұны? Реально не үшін жасап жатырмын мен? Мынау табылады, ең қызық нәрсе екен, мынау автоматом шешіледі ғой. Жолдар шығып қалады, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады деген сияқты. Құдай өзі береді. Мақсат желаниені ашу керек. Мақсат адамды артқа түсірмейді, давление сыйламау керек мақсат деген. Көп мақсат бізде не істейді? Давление сыйлайды наоборот. Қарапайым нәрсе. 10 мақсат қойдың. Хорошо, бесеуіне жеттің, бесеуіне жетпей қалдың. Не сыйлайды ана бесеуі? Жетпей қалған бесеуі не сыйлайды? Саған қандай сезім береді? Кінәлі, давление. Біздің миымыз жасалған нәрсеге риза болмайды. Жасалмағанға риза болады. Сендер қазір жоқ нәрсеге фокус қойып жүрсіңдер да? Сол үшін ізденіп жүрсіңдер. Ата өмірлерінде не бір керемет нәрселер болып жатыр. Көзіңді ашудың өзі керемет не ғой? Кайф қой? Көзіңді аша алудың өзі. Неге оған фокус қоймаймыз? Потому что ми жоқ нәрсеге, болмай жатқан нәрсеге көбірек фокус қояды. Ол себебі оның функциясы сондай да. Оның функциясы жаңа барлығын не істеу? Жауып тастау. Жабылмаса ол энергия алады. Сол секілді жаңа 10 мақсаттың 5-еуі орындалмады ма, 5-еуі давление болып түседі. Келесі жыл тағы да мақсат қойсын, ол тағы давление сыйлайды. Сөйтеді да адам не істейді? Мақсат қоймай ақ қойсам да деп ойлайды да. Или қойса да жетпеймін ау деген ой пайда болады. Все, рахмет. Жалпы бүгінгі разбор тақырыбы өте именно маған лайықты, маған ұсынған сияқты болды. Кейбір таба алмай жүрген шешімдерімді ойландырып, болашақта сол шешімнің жауабын іздеу үстінде боламын. Рахмет айтамын.